Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 5-і. Сабақтың тақырыбы «Мен салқын су ішемін». Я буду пить холодную воду. Жаңа сөздер. Су, вода. Ішу, пить. Ішесің бе? Будешь пить? Ішемін. Я буду пить. Ішпеймін, не буду пить. Тыңдалым оқылым 37-ші бет. Әлібек, сен су ішесің бе? Иә, мен су ішемін. Әлібек, жылы су іш, суық су ішпе, ауырып қаласың. Мен суық су ішпеймін, жылы су ішемін. Айтылым 1-ші тапсырма 37-ші бет. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Бұл не? Бұл алма. Бұл қызанақ. Бұл сәбіз. Бұл анар. Бұл апельсин. Бұл нан. Оқу тапсырмасы 2-ші тапсырма 37-ші бет. Жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Вместо точки должны ставить нужные буквы. Әріптер, буквы. Айтылым. 3-ші тапсырма 38-ші бет. Бұл жерде диалог берілген. Үлгі, образец. Бұл су ма, шырын ба? Бұл шырын. Бұл қандай шырын? Бұл алма шырыны. Шырын қандай? Шырын дәмді, тәтті, салқын. Кім көп айтады ойыны? Кто много скажет? Игра. Бұл жерде қазақ тіліне тән дыбыстар берілген. Кім көп айтады? Кто много слов скажет? Әке, әже, әпке, әткеншек, әдемі, дәптер. Іні, сіңлі, кірпі, екінші,